Сәлеметсіздер ме? Қалдарыңыз қалай, көңіл-күйлеріңіз қалай? Сіздермен тағы да мен кеш жарық дегім келеді. Мен бүгін осы эфирге ешқандай дайындықсыз просто ойыма келген инсайтты сіздермен бөлісейін деп шықтым. Жалпы көп адамдардың қазір маңызды ойларында жүрген, қай уақытта болмасын, кімде болмасын, осы өмір сүрген адамзат қауымы бір жетістіктерге жеткісі келеді, үлкен жетістіктерден көрінгісі келеді, үлкен дүниелерді бағындырғысы келеді, жалпы биік мақсаттарды, биік армандарына қол жеткізгісі келеді. Сол биік арман, биік мақсатқа жетудің жолы жалпы ақылды болу екен. Ақылды болу ол вообще сұлу болу, табиғаттан, жаратылыстан болатын болса, ақылды болу ол сіздің тікелей өзіңізге байланысты. Сіз ақылды болуыңыз керек. Егер ақылды болмасаңыз, ақылды ақшаға сатып алуыңыз керек. Қазіргі заманда білесіздер. Сондықтан менің бір капец ақылды емеспін. Менде де көптеген дүниелерді көптеген жерден оқимын. Аллаға шүкір ғой, қазір онлайнның заманы. Көптеген жерлерден ізденемін, білгенім 19, білмегенім 99 деген сияқты. Мен де білгендерімді сіздермен бір түйір болса да бөлісіп, сіздерге пайдасы тисін деген ниетім бар. О баста менің ниетім сондай еді ғой. Сондықтан бөлісуді жөн көріп отырмын. Тал бесіктен жер бесікке дейін адам білу керек, іздену керек деп жатады екен ғой. Жалпы егер біздің А точкамыз деп айтайыншы, бір қалыпты бір адамдарда бір сарынды өмір болып кетеді, бір жұмыс бітпейтін, бір төленіп бітпейтін кредит, бір сауықпайтын денсаулық, бітпейтін дау, ағайын туыстың бір кіріптарлығы, абысындардың арасындағы кикілжің, ата-енемен Алла сақтасын, небір неше түрлі, білмеймін ғой, әлемде талай нелер бар, ситуациялар бар. Адамдар біреулердің денсаулығына байланысты нелер болады. Жалпы сайып келгенде осының барлығына құтылуға болады екен негізі. Қалай дегенде оның барлығының ыңғайын, әрбір нәрсенің точкасын, әрбір нәрсенің түйіні дейді ғой, шешіледі екен. Соны білу керек екен да. Қарға сойса да қасапшы сойсын дейді екен ғой қазақ. Сондықтан әрбір дүниені, егер сіздің осы күнге дейін жасап жүрген тәжірибелеріңіз сізді жетістікке жеткізбеген болса, сіз жаңадан подходтар жасап көріңіз, жаңадан бір басқаша жасап көріңіз. Басқа біреудің жетістікке жеткен біреудің амалдарын, ол кісінің жолын емес, ол кісінің жетістікке жету жолындағы істеген іс-қимылдарын жасап көріңіз, үйреніңіз, үйренуден ешқашан талмаңыз. Сондықтан мен де талай сабақтар сатып аламын, талай кітаптар оқимын. Әлемде жалпы мықты өмір сүру үшін 2 кітапты оқу керек деп айтады екен. Бірақ сол 2 кітаптағы дүниені түсіну үшін 2 миллиардтаған кітаптар оқу керек болады екен. Кейбір адаммен, бір адаммен мысалы болып қалады, біз 1 сағат, 2 сағат сөйлесеміз, но концов соңында қорытындылай келгенде, ана кісі не айтты десе, соны ғана айтып, бір түйін ғана болып болады. Анда бара жатыр екен, келе жатыр екен. Ана кісі нешеде екен, 80-де екен. Ол кісі кім болып істейді? Мұғалім екен. Не дейді? Жұмыстан келе жатыр екен деген сияқты. Самом деле жұмыстан келе жатырмын деп барайды, сол ол жерде жоқ болмайды ғой. Сол сияқты әрбір үйдің кірпіші, 4 қабырғалы кірпіш, үй әрбір кірпіштен тұратын сияқты біздің өміріміздегі жетістіктеріміз әрбір мықты жасалған, ретті жасалған, сәтті жасалған қадамдардан тұрады екен. Сондықтан ондай қадамдарыңыз көп болу үшін сіздің алға баспай жатыр ма ісіңіз, сізден мықтылырақ адамның жасаған ісін жасап көріңіз. Үйреніңіз, оны бір көшіріп алу, темасын ұрлап алу, ондай емес. Ол кісіге табынып қалу, бағынып қалу емес. Ниет етіңіз, сұраңыз Алладан, максимальный сіз жасауыңыз керек. Сіз примерно ойлаған өзіңіздің ойларыңыздың барлығын жасап көрдіңіз, бірақ одан ондай нәтиже шықпады, значит сізге тағы да бір точкасы, тағы да бір какой-то бір момент жетіспей тұр. Менде болған даже мына YouTube канал түсіруде монетизация қосылмай көп уақытқа дейін жүргем. Сол кезде мен анадан ізденген кезде анау ананы айтады, мынауынан айтады, біреулерден тіпті жалғыз бір пешка камераны бұрын тігінен түсіріп жүрген болсам, мен бір 160 мыңға сатып алған сабағым болған, сонда даже камераны жанынан қаратып түсіру керек деген, сондай форматта түсіру керек деген сияқты инсайт болған. Бұның барлығы білім қордалана береді, жиналады.
көптеріңіз сұрап жатасыздар ғой, қандай кітап оқисың, қандай немен айналысасың деп. Жалпы мен енді өзім бала күнімнен, мектеп жасынан кітап құмар адаммын. Кітапты өте көп оқимын, бірақ байланып қалмаймын. Тез соның ішінде керектілерін алуға тырысамын. Көп жерден, кез келген дүниеден жалпы сабақ алуға болады. Сондықтан мен сіздерге айтқым келеді, жалпы жетістік жолында сіздің өзіңіздің қолданатын, қазіргі тілмен айтқанда, фишкаларыңыз сізге нәтиже бермей жатыр ма? Басқадан үйреніңіз. Үйренуден қашпаңыз. Үйренген кезде сіз жылдамырақ жетесіз. Сізге оңайырақ болады. Біз білмейтініміз жалпы көп. Сондықтан іске сәт, әр істеріңіз берекелі болсын. Әрине, артық анау мынау демеңіздер. Білгеніммен, сәл ойыма келген фишкалармен бөлісіп жатқан тұсым. Жалпы былай болу керек дейді ғой. Біз жаңағы нәтижені Аллаға тапсырып үйрен деп айтып жатыр ғой қазір. Аллаға тапсырған кезде, ал мен осыны ойладым, сен жаса деген нәрсе емес. Сіз 99.9%, бірақ сіздің қолыңыздан келетін дүниелерді жасап тастауыңыз керек. Сіз жасайтын фат-фут қалмай қалу керек. Содан кейінгі 1%-ын Аллаға тапсыру керек. Енді болды. Мен басқа істейтін мүмкіндігім жоқ. Енді осыдан болмаса деп тапсырып тастаңызшы. Вот, 1000000% гарантия беремін. Ол болады. Сондықтан үйренуден жалықпаңыздар, іздене беріңіздер, шаршамаңыздар. Ойбай, болмай қалды деп тайып кететініміз болады. Бір істі бастап жатқан болсаңыз, бір ісіңіз аяқталмай жатқан болса, өміріңіз бір сарынды болып кеткен болса, ешқандай қапаланбаңыз. Әр істің шешімі бар. Кез келген дүниенің шешімі бар. Бір күндері сізде осының шыңына, жетістікке жетесіз. Өзіңізге сеніңіз, тоқтамаңыз, әрекет жасай беріңіз, іске сәт.